Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қазақ тіл сабағы 4-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қоршаған ортаны қорғаймын, жетістіктің жіктелуі. Бүгінгі сабақта тыңдаған мәтіннің мазмұнына өз пікірімізді айтуды үйренеміз. 81-ші жаттығуда мәтін берілген, мәтінді тыңда. Кейбіреулер ошақтың күлін қорадағы малдың қиын судың жағасына төге салады. Ол арыққа түсіп суды бұлғайды. Осылайша таза су жарамсыз болып шыға келеді. Төменгі елде мал да сол суды ішуге мәжбүр болады. Соның салдарынан өсімдіктердің өсуі нашарлайды, мал азаяды. Бұлақтың бас жағында тұратындар төменгі елді де ойлауы керек. Суға көрінген нәрсені тастай бергеннің де түбі зиян. Сондықтан бабаларымыз күл қоқырды, көң қоқысты бұлақ басынан аулақ төк деп өсиет айтқан. Су таза болсын. Судың ішіндегі балығы мен бақасы уланбасын десеңдер, ағын суға лас нәрселерді тастатпаңдар. Бұл мәтіннің авторы Спандияр Ақаев. Енді осы мәтінге қатысты тапсырмаларға назар аударамыз. Мәтіннің мазмұнына байланысты өз пікіріңді айт дейді. Көл қоқырды, көң қоқысты бұлақ басынан аулақ төк, су таза болсын, судың ішіндегі балығы мен бақасы уланбасын. Осы өсиеттерді айта отыра, сусыз тіршілік жоқ екенін және сондықтан суды көзіміздің қарашығындай сақтауымыз керек. Судың тазалығы ең бірінші өзіміздің денсаулығымызға, сонымен қатар жан-жануарлар мен өсімдіктерге, судың астындағы тіршілік ететін иелеріне әсер етеді. Сондықтан да судың тазалығын сақтауға ат салысайық. Келесі тапсырма бабаларымыз айтқан өсиет сөзді қатесіз көшіріп жаз дейді. Олар күл қоқырды, көң қоқысты бұлақ басынан аулақ төк. Су таза болсын, судың ішіндегі балығы мен бақасы уланбасын. Осы сөздерді дәптерімізге әдемілеп, қатесіз көшіріп жазып аламыз. Келесі 82-ші сабақта көп нүктенің орнына жіктік жалғауын қойып сөйлемдерді көшіріп жаз. Бірінші, мен бөлмені тазалаймын. Яғни мын деген жіктік жалғауын қоямыз. Келесі екінші сөйлем, сен гүл отырғызасың. Демек, сын деген жіктік жалғау қойылады. Үшінші сөйлемде, ол арықты тазалайды. Яғни д деген жалғауды қоямыз. Төртінші, біз өсімдіктерді күтеміз. Бұл жерде көптік жалғау болғандықтан көпше түрдегі бірінші жақтағы міз жалғауын қойып шығамыз. Енді оқушылар осы жіктік жалғауы дұрыс қойылған сөйлемді әдемілеп дәптерімізге көшіріп жазып аламыз. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 83-ші жаттығуда жұмбақ берілген, жұмбақ өлеңді оқып шешуін тап дейді. К-ден егер бастасаң, шомыласың суына. Ш-дан егер бастасаң, жазда ойнайсың құмына. Т-дан егер бастасаң, төрт түліктің баласы. С-дан егер бастасаң, ақ қайыңнан аласың. Бұл жұмбақтың авторы Мұзафар Әлімбай. Енді шешуіне келетін болсақ, К-ден егер бастасаң, шомыласың суына деген бұл көл туралы. Келесі, Ш-дан егер бастасаң, жазда ойнайсың құмына. Яғни шөлді жерлерде жазда құмына аунауға болады. Келесі, Т-дан егер бастасаң, төрт түліктің баласы. Бұл төл туралы айтылып тұр. Келесі, С-дан егер бастасаң, ақ қайыңнан аласың. Яғни ақ қайыңның сөлін айтып тұр. Келесі тапсырма, жетістіктерді тауып қай жақта тұрғанын айт. Жетістіктерге бастасаң, шомыласың, аунайсың, аласың деген сөздер жатады. Бұлар барлығы да екінші жақтағы жіктік жалғаулы жетістіктерге жатады. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 84-ші жаттығуда көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жаз. Уланса, яғни көп нүкте берілген, жиегінде төрт сөз берілген. Ол тиісті сөздер мал, су, жер, ауа деген сөздер берілген. Яғни біздің өлеңіміз мына түрде болу қажет. Уланса ауа, уланамыз бәріміз. Уланса су, уланатын тағы біз. Уланса жер, уланады өсімдік. Уланады оны жеген малымыз. Уланса мал, у тарайды бізге де. Енді осы өлеңнің астындағы тапсырмаға назар аударамыз. Уланбаудың жолы қандай дейді. Уланбаудың жолы табиғатты таза ұстау керек, суға қоқыс тастамау керек, таза су ішу керек, жемістерді жуып жеу керек және өнімдердің сақтау уақытына қарауымыз қажет. 85-ші жаттығуда мақал-мәтел берілген. Мақал-мәтелдердің мағынасын топта талқылаңдар дейді. Бірінші мақал, ақтың жуындысын ағып жатқан суға төкпе дейді.
Яғни ақтын дегеніміз малдың сүтінен жасалған өнімдерді, яғни жуындысын ағып жатқан суға төгуге болмайды дейді. Келесі мақал: ағын суы бал татыр, ақ шапағы май татыр. Бұл мақалдың мағынасы: ағып жатқан су таза болады, сондықтан да дәмді, ал таза суда өскен балық та дәмді болады деген мағынаны білдіреді. Келесі мақал: арық бар жерде су бар жерде ну бар. Яғни арық қазылған жерде су болады, ал су бар жерде міндетті түрде жасыл желек болады. Яғни ну дегеніміз бұл ағаштарды, талдарды айтып тұр. Сондықтан су бар жерде міндетті түрде ағаштар да, жасыл желектер де егіледі. Келесі мақал: жылап жүріп арық қазсаң, күліп жүріп су ішерсің. Бұл мақалдың мағынасы: қиналып еңбек етсең, қуанып жүріп жемісін көресің деген мағынаны білдіреді. Ал енді оқушылар, бүгінге берілген сабағымыз осымен аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.